Сәлем қыздар, қазір мен сіздерге Alipay-мен қалай оплата істеу керекенін көрсетемін. Алдағы сабақтарда мен сізге көрсеттім, бірақ та қазір мен сізге толығырақ көрсеткім келеді. Біз бағана бір затымызды алдық, бірақ та төлеген жоқпыз. Ол затымыз біздің бірінші окошкаға кетті. Енді личный кабинетімізге кірейік. Мына бірінші затымыз тұр, мына жерде бір болып, соған кірейік. Осы затымыз міне тұр. Енді біз продавецпен сөйлестік, сұрайтынды сұрап алдық, жауабына қанағаттандық. Енді біз келесі сатып алғымыз келеді. Оранжевый кнопканы басамыз. Сосын Alipay деген астында көкті басамыз, оранжевыйды басамыз. Мына жерде Alipay'да менде ақша жоқ деді. Мына ақша аз деп тұр. Ендігіде қыздар, сіз Alipay'ға төлеу үшін сіз өзіңіздің Alipay'ыңызды толтыру керексіз. Мысалы, ол Alipay'ға толтырғаннан кейін осы жерде сіз Alipay'мен төлеу деген кнопканы басқанда сізге осы жерде мынандай төртбұрышты окошко ашылады. Сіз осы жерге төлем кодын жазу керексіз. Төлем кодты біз ең бірінші сабақта Alipay'ды тіркеген кезде қайтып қарап шықсаңыздар болады. Сол кезде біз төлем кодты енгізгенбіз. Мен сізге айтқанмын, сол төлем кодты бір жерге жазып сақтап қойыңыздар деп. Өйткені ертең Alipay'дан сіздер бір затты сатып алған кезде осы төлем кодты сізден сұрайды. Когда сіз Каспиден ақшаңызды салған кезде, бір жерге аударған кезде, алған кезде сіз сол жерге код енгізесіз. Сондай сияқты бұл жерде Alipay'да да код енгізеді. Сол сақтап жазып алған 4 цифрлы кодыңызды осы жерге жазасыз. Сосын барып төлем ары қарай өтеді. Үстінде төлем жасалған деген мына жерде жасыл галочка шығады. Төлем өтті деген.